Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті қымбаттылары. Қазақстандағы және әлемдегі болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Энергетика министрі Ерлан Ақкенженов үкімет отырысында Қазақстан энергетика саласында бірыңғай мемлекеттік басқару жүйесін құру және енгізу бойынша атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндады, деп хабарлайды бақ.кз тілшісі. Энерджитеч платформасы Қазтеч бірыңғай талаптарына сәйкес отан энергетика кешенінің барлық саласын бір платформада біріктіреді. Жүйе энергетика секторынан бастап көмір өнеркәсібіне дейінгі негізгі басқару процестерін үйлестіруге арналған. 2026-2027 жылдары платформаны толық әзірлеп, өнеркәсіптік пайдалануға беру жоспарланып отыр, деді ведомство басшысы отырыста. Биыл 7 цифрлық сервис пайдалануға берілді. Оның ішінде энергетика саласына қатысты 2 сервис ерекшеленеді. Күзгі қысқы кезеңге дайындықты және одан өту барысын мониторинг ету, станциялардың шекті тарифтерін бекіту бойынша қызмет. Ақкенженов атап өткендей, 2025 жылы күзгі қысқы кезеңді бақылауға арналған салалық сервис тәжірибелік пайдалануға енгізілді. Бұл сервис активтерді толық есепке алу, объектілерді онлайн бақылауды және бірыңғай цифрлық ортада жөндеуді жоспарлауды қамтамасыз етеді. Жүйеде барлық объектінің тараптардың және жабдықтардың цифрлық тізілімдері құрылып, нақты уақыттағы деректер алынады. Келесі кезеңде ақаулар журналын цифрлық тізілімдерге толық ауыстыру, активтерді верификациялау және жөндеу мерзімдерін тұрақты бақылау жүзеге асырылады, деп түсіндірді энергетика министрі. Министрліктің хабарлауынша, цифрлық сервистердің тиімділігі мынадай. Күзгі қысқы кезеңге дайындық мониторингінің мерзімі 90 күнге дейін қысқарады. Күзгі қысқы кезеңдегі авария қаупі 25%-ға төмендейді. Сонымен қатар, шекті тарифтерді бекіту сервисі қағаз түріндегі құжат айналымын толықтай жойып, ашықтықты және басқарушылық рәсімдерді арттырады. Қазіргі кезде 68 генерациялық субъектісі, 83 объектісі, 1664 құжат қамтылған. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.